Нахну нарзуқука. Біз сені ризықтандырып отқан, ей пайғамбар. Ризық мәселесінде әдеп. Бір кәсіпті істеп жүрдіңіз. Алла Тағаланың қалауымен табыс көбейе бастаған сияқты. Яғни молайып келатқан сияқты. Сол молайып келатқан кезде шайтан бізге бұлай келеді. Намаз оқып, 5 уақыт намазын болғаннан кейін Алла Тағала беріп жатыр ғой деп. Осы жерде байқаңыз. Бұл жаңағы сынақ жағы молайып келатқан кезде сіз қорқыңыз. Алла, мынау мені адастырып кетпесін. Бірақ Алла Тағала сізге қалады бұны беріп жатыр. Олай болса не істеймін? Ол сізге молайтып жатқан кезде енді сіздің құлшылығыңыз молаю керек екен. Болды. Сіздің аяқ астынан нәпілдеріңіз көбейе бастау керек. Пайғамбарымыз тағы артық қандай намаз оқып еді. Пайғамбарымыз салсам артық тағы қандай зікір жасап еді. Немесе жаңағындай жұмсау, біреуге апарып беру, бір мұқтажды жағдайын шешу. Болды, осы нәрсе істеліп жатса, онда сіз бұл малды көтере алатын адам болып саналасыз, Алланың қалауымен. Сөйтіп, ләйін шакартум ләзиданнакум, шүкір еткен болсаңдар, тағы арттырам дейді. Олай болса сізге бұндай малды тапсыра алады аманатта. Яғни сіз арқылы енді қоғамда біраз проблемалар шешеді Алла Тағала. Міне, осы пайғамбар, осы нәрсені айтады пайғамбарымыз. Неғмал мәлі солих фияди рожулин солих. Салиқалы ердің қолындағы салиқалы мал қандай жақсы. Келіп артық деп отыр ма? Болды, сізден де артық шыға беру керек. Нәпілдеріңіз көбейе берсін. Артық беріліп жатыр, көбейе берсін. Міне, осы нәрсе. Одан кейін екінші нәрсе, бейбіт заманда тарылып барадыр. Керісінше тарылып барадыр. Ана кранда суды ашқан кезде көп ашылып тұрады. Сосын бір күні бүйтіп ашсаң, ақпай алады. Бір капля, бір тамшы, 2 тамшы деген нәрсе. Бірақ тамшылап тұрады. Сізді тамшысыз қалдырмайды. Соны біліңіз. Сол бір тарылып, бір тамшымен ғана кеп атқан сияқты. Сол кезде Алла Тағала сізді де, әйеліңізді де бәрін сынайды дейді. Әйеліңіздің, екеуіңіздің араңыздағы мақсаттарыңыз ақырет пе, дүние ме, соған дейін сыналады. Осы саған күйге шыққаннан бері жарымадым ғой деген сөздерге дейін бару мүмкін да. Неге? Өйткені мақсат, екеуміз дүние үшін емес, ақырет үшін қосылдық қой. Айша анамыз не үшін айтады мысалы? Не үшін сондай хадистерді айтады? Біз апталап от жақпайтын күндер болған дейді. Яғни біз бірге сабыр етіп жүрдік дейді пайғамбарымыз салсам еркілі. Тас байлап алған. Фатима пайғамбарымыздың қызы бір күні пайғамбарымыз салсамға келіп, Аллахтың елшісі, құрсағым ауырып баратыр, бір тас қойып алдым ішіме десе, пайғамбарымыз көйлегін көтеріп 2 тасты көрсетеді. Қызым, мен саған не істей алайын дейді. Бәріміз сынақтан өтіп отырық. Кейде біреудің Алла Тағала осындай дәрежесін мол қылып көтеру үшін сынайды. Біреуге жаңағыдай тарылып қалған кезде мен нені ойлау керекпін? Мен бірақ нәрсені ойлаймын. Менен біраз күнәлар кетті деген. Міне. Олай болса мен не істеу керекпін? Астағфирулла деген сөз азайып кетті менде. 5 жыл өтті, айтпағаныма дұрыс. Олай болса астағфирулланы зуылдатып өзенде ағызу керек мен қазір. Түсіндіңіз ба? Сондықтан жаңағына Нұх сүресінде Алла Тағала Нұхтың қауымы міне жұт болып жатыр, осындай болып жатыр деген жаңағындай шағымдарды айтқан кезде фақульту, Нұх айтады, мен айттым оларға, истағфиру раббакум, кешірім сұраңдар Раббыларыңнан, иннаху кана ғаффара. Егер кешірім сұрайтын болсаңдар, Раббыларың сендердің сондай кешірімді дейді. Сол кешірумен бірге не келеді қараңыздар? Юрсилис сама алейкум идрара. Көптен бері жаумай тұрған жаңбырды жаудырады. Бітті, жаңбыр кетті, жер, өсімдіктер, егіндер шығып жатыр. Ваюмдиткум би амуали ва банин. Сондай-ақ ана мал дәулеттеріңді қуаттай түседі дейді. Саудаларыңды, тағы не? Көптен бері болмай жатқан балаңды да береді дейді. Қараңыздар. Балаларын да көбейтіп берем дейді. Кейде баланың болмауы да күнәмен байланысты екен. Кешірім жоқ, сұрамаймыз, кішіреймейміз деген иманалар. Сол секілді, сендерге бақшаларды өсіріп шығарып береді,
сендерге өзендер ағызып береді. Осының барлығының келмей тұрған себебі не дейтін болса, кешірші Раббым деген кішірейім жоқ болып кеткен екен. Міне сол кешірім сұрау менде көбейген кезде, жаңа тарылған кезде мен соны істеу керекпін. Болды. Басқаша ештеңе істей алмайсың оған. Көрдіңіз ба? Бір психологқа баруыңыз мүмкінсіз. Немесе тағы біреуге осындай бизнес жүрмей жатыр, біреулерге жолымды ашып беріп жабылып қалды деген. Күнә жауып тастаған болды. Алла тағала жауып тастаған, енді Аллаға ашады оны. Басқа ешкім ашамайды оны. Ол белгілі бір мерзімі бар. Міне сол уақытта мен астағфируллах ва атубу илейхиге кіру керекпін. Алла, кешіре көр, тәуба қылдым саған, кешіре көр, тәуба қылдым. Сол кездегі күнәмді есіме алып отырмын, кешірші мені. Сол кезде біреуді ренжітіп қойғаным, кешірші мені. Яғни Алла тағаладан не істеп жатырмын? Кешірім сұрап жатырмын. Алла тағала кешіріп, жаңағы талып баратқан нәрсені қайтарар өзінің нормасына келеді. Сондай-ақ үшінші, жаңағына тарылтудың тағы бір қасиеті сынақ. Бұл жерде күнәнің болуы шарт емес. Бірақ тарыла бастады. Бұрынғыдай келмей жатыр ризық. Бұрынғыдай келмей жатқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ризықтың кешігуі деп атайды хадисте. Сонда айтады, аузубиллахи минаш шайтанир раджим, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, фаттақуллаха ва ажмилу фит талаби. Алла тағаладан абайлаңдар, қорқыңдар. Және де ризықты іздеген кезде Аллаға ұнайтындай жақсы тәсілдермен іздеңдер дейді. Вала яхмиланна ахадакум истибту ар-ризқи ан татлубаху бимағасиллахи. Ризықтың кешігіп атқан кезі келмей жатыр, бұрынғыдай емес. Сол кезде мені сынайды екен Алла тағала. Сен сол сынаққа тап болған кезіңде, ризық кешігіп атқан кезде харам істер, харам табыс жасап қойма дейді. Харамға барасың ба, бармайсың ба, сол үшін істейді екен. Сынау, емтихан. Барасың ба, бармайсың ба? Біреудің хақысына қол сұғасың ба, сұқпайсың ба? Тіпті қарызға, процентке қарыз алудың бәрі сол ғана. Бітті. Бардың ба? Бітті, өзіңді тұзаққа қарай салдың. Енді сен 10 жыл ма, 15 жыл ма Алланыкі боламайсың енді сен. Сен енді соны өтеп жүресің. Міне қалай байлап тастау мүмкін адам өзін. Сондай жағдайларда құрметті жамағат, Алла тағаланың алдында сабыр етіп, адалына ғана сабыр ету керек та. Жаңағы жерде жақсылап тәсіліңді, кәсібіңді жақсылап жаса, құралдарыңды жақсылап ал, Алладан абайла. Ризық кешігіп жатыр ма? Тарылды ма біраз? Онда жамандыққа барып қойма. Есіңде болсын, Алланың ризығына дейді. Ла юдрака ма индаллахи илля битаати. Алланың қасындағы ризығы, жаңағы Алланың ризығы дедік қой. Сізге риза болып, адал қылып беретін ризығы, сен оған тек қана бойұсыну арқылы ғана жете аласың дейді. Одан басқа жолдар оған жеткізіп жатқан нәрсе емес. Ол арам табыс болып кетеді. Сондықтан фахуз махалла, адал болған ал бір тамшы болса да, уада махарума, харам нәрсені таста 1 миллион болса да. Өйткені Құранда не дейді? Қул ла ястауил хубису ва тойибу Маида сүресінде. Есіңде болсын, Алланың қасында бір тамшы таза табысыңмен бәленбай мыңдаған күнәлі тамшы бірдей болмайды дейді. Уалау ағжабака касратул хубис. Ана миллиондар ана кісілердің арам жолдармен айналдырып жатқан нәрсесі таң қалдырып, көзіңді алып кетсе де, есіңде болсын, барма дейді оған. Міне қазір ұстап отыр, барма дейді оған. Алладан қорқыңдар. Алладан қорқыңдар. Ей ақыл иелері деп аяқтайды сосын аятты. Ей ақыл иелері, Алладан қорқыңдар. Ақылдарыңды жоғалтпаңдар. Сабыр етіңдер. Шыдау керек сондықтан. Ризық тарылды ма? Бұл Алланың сынағы. Сабырлық киімін киесіз, осындай харамға бармайсыз. Сабыр етіп жүресіз осылай. Тура осылай пайғамбарымыз салсам апталап от жақпаған. Пайғамбарымыз салсырымға бәленбай жыл, 3 жыл байкот жасалған кезде Құрайыштың дөкейлері. Қараңыздар. Сонда енді олар сол байкот жасаған кезде біреулері кеп тамақ сұрап жылап келе ма, діндерінен қайтып кете ма деген сынақты қоша жасайды ғой.
Сонда біреу олардан бір нәрсе алмаған. Жердегі жапырақ, тері, сол нәрсені жедік деп отыр ғой сахабалар. Аштықпен сыналған кезде де сатпа дініңді. Анау кезіндегі біздегі аштықпен қолдан жасалған аштықты, сол алаштықтарға еріп бұратқан кезде өлтірген. Сол діннен қайтпай өлтірілген адамдар күлісі. Бейшара өлгендер емес ол. Бейшара болғандар ол солардың қасында қалғандар. Сондықтан ол достойно өліп кеткендер. Яғни сен принципіңде 1 грамм алма, 1 грамм харам жақындамау керек сізге. Алланың алдында таза болу керексің. Сен тек Алланың бір тамшы адал ризығы ғана саған керек. Соны айтып отыр Алла Тағала. Кулу, ва кулу мимма разақакумуллаху халалан тойиба. Алла Тағаланың адал және таза қылып берген ризығын ғана жеңдер, ей адамдар. Осылай Раббыларыңа шүкір етіңдер. Ал көбейіп жатқан кір нәрселерге жақындама дейді ол. Ол нәрселерге барма дейді. Сондықтан молшылық малыңыз молайған кезде де ең соңғы нәтиже немен аяқталады екен, соны ойлаңыз. Малыңыз тарылған кезде де ең соңғы нәтижесі немен аяқталады екен, соны ойлаңыз. Сынақ қойын жаңағы. Сондықтан сол соңды ойлауымыз керек болғандықтан аяттың соңында не дейді? Уал ақибату литтақуа. Соңғы табыс тек тақуалықтікі дейді. Яғни молайған кезде, мені Құдай Тағала сүйіпті ғой, маған көп беріп отыр ғой деп басқаша алданып кететін болсам, ертең 1-2 жылдан кейін соңың не болатынын көрем. Тек тақуалықтікі ғана дұрыс аяқталады да, одан басқасы быт болады. Таршылық келген кезде де сол. Таршылық келді, не істеймін? Жетпейді ғой, енді қайтем дегендей нәрселер. Сөйтіп тағы мал ұрлау керек бола ма, біреудікін алдау керек бола ма дегендей, аферист болу керек бола ма. Барлық адамдар сол нәрсе қоғамда неден жүріп жатыр? Соның барлығы ақыр соңының жаңағы күнәқарлықпен, жамандықпен аяқталғаны. Алла Тағала күллі сынақта бізде қалайтыны, беріп сынаса да, алып сынаса да, тақуалықпен аяқталу керекпіз. Өйткені Пайғамбарымыз сасам Ухуд шайқасынан кейін жаңағы жеңіс болмай қалған кезде жасаған дұғаларының ішінде андай бір сөзді айтады. Сонда, Алла, сен берген нәрсені ешкім бере алмайды. Сен жаңағы бөгеген нәрсені ешкім бере алмайды. Сен берген нәрсені ешкім бөгей алмайды. Сосын андай бір сөзді айтады. Инни ағизун бика мин шарри ма ағтойтана ва шарри ма манақтана. Бізге қандай да бір нәрсені берсең, сол берген нәрсене алданып қалатын жамандығынан саған сыйынамыз.